Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк демесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк демесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Алматыда қоғамдық көлік жол ақысы қымбаттайды. Алматы қаласында жол жүру ақысы қымбаттауы мүмкін. ақш.қа порталында осындай ұсыну жазылған әкімдік қаулысы жарияланды. 21 шілдеге дейін талқылауға ұсынылған қаулы жобасына сәйкес Алматыда жолаушылар көлігіндегі тарифтерді қайта қарау және де оларды қолма-қол ақшасыз төлем кезінде 100 теңге және де қолма-қол ақшамен 200 теңге мөлшерінде белгілеу ұсынылды. Қазіргі жол ақысы тиісінше 80 теңге және де 150 теңгеге тең. Осылайша төлем әдісін байланысып жүру құны 25-33%-ға өседі. Бүгінде қаладағы қоғамдық көліктерде жол жүру ақысы қолма-қол ақшасыз төлем әдісімен өтелген кезде 80 теңге екені түсіндірілді. Тариф 2012 жылдан бері өзгермеген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк демесін басып сау саламатта болыңыздар.